Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен ИП есебін жалғастырамын. Соңғы сабақта бізде еңбекақыны есептеу жолын көрсеткенмін сіздерге. Еңбекақыны есептеу жалпылама начисление заработной платы, расчет удержаний, расчет налогов және ең соңғы отражение зарплаты в регламентном учете деген негізгі 4 құжатты толтыру керек. Журнал бойынша қарастыратын болсақ, менде ақпан айынан бастап барлық жолдар толтырылған, және де ИП болғандықтан регистрация прочих доходов деген, яғни жеке кәсіпкердің есебі де бөлек көрсетілуге тиіс. Яғни негізгі 4 құжат болу керек әр айға арналған. Яғни бұл жерде бізде начисление зарплаты деген еңбекақыны есептеу, салықтарды ұстау, жұмыс беруші тарапынан салықтар мен аударымдарды ұстау, еңбекақы бойынша есептерді салықтық есепте көрсету, яғни бухгалтерлік жазбаларын көрсету, және де жеке кәсіпкердің есебінде көрсету. Яғни есеп жүргізілді, ал және ол 910 формасына түседі автоматты түрде. Оны қарайтын болсақ, декларация 910 толтырылған бізде. Оны тағы бір рет қарап шығайық, толтыру дедік те. Және де бұл жерде бізде табыс көрсетілді. Табыстың көрсетілуін тағы да қазір есіңіздерге түсіремін. Яғни міне жеке кәсіпкер үшін әлеуметтік төлемдер, бұл жерде әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік аударымдар сомасы қай сомадан есептелгенін көрсетіп тұр. 60 000 минималды жалақы мөлшерінен есептелінген, 2100 ақпан және наурыз айларына есептелінген. Бұл жерде міндетті зейнетақы аударымдары 6 000 теңге, 60 000 теңгеден есептелген, және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдары 4200 теңге 2 айға есептелген, ақпан және наурыз айына. Және де жұмысшылардың есебі бөлек көрсетілген, 2-ші, 3-ші және 4-ші беттерінде көрсетілген. Яғни есеп көрсетілген, ал мен сіздерге бұл төлемдерді банк арқылы қалай төлеу керек екенін осы келесі сабақта түсіндіруді уәде еткенмін. Енді тағы бір рет ведомоске назар аударайық. Расчетная ведомость организация, яғни еңбекақыны есептеу ведомості ақпан айын алайық. Ақпан айын қалыптастырамыз, яғни құрастырамыз. 1 ақпаннан 28 ақпанға дейін 2 жұмысшымыз бар. Есептелген жалақылары, жалақыдан ұсталымдар және әлеуметтік аударымдар. Әлеуметтік аударым жеке кәсіпкер болғандықтан әлеуметтік салық болмайды, тек қана әлеуметтік аударым мен медициналық аударым. Және осылардың барлығын төлеуге тиіспіз. Төлеу үшін алғашқыда еңбекақыны төлейміз, зарплата к выплате, яғни еңбекақыны төлеу қай айға төлейтін болсақ, сол айдың соңғы күнін көрсетеміз. Және касса арқылы болса, касса арқылы, банк арқылы болсақ, банк арқылы көрсетеміз. Бізде касса арқылы бола берсін, және де автозаполнение деп толтырамыз. 2 кісінің еңбекақысы, яғни қолға ұсталынатын сомасы көрсетілді. Записать. Егер касса арқылы болса, бұл жерде выплата заработной платы деп басамыз, яғни расходными ордерами, яғни кассалық ордерлер арқылы төлеу. Негізгі кассаны көрсетеміз, негізгі касса, және салық. Бұл жерде біз негізгі шығыс кассалық ордерлерді көрсетуіміз керек, және өткізуімізге тиіс. Өткіздік. Так, өткізу. 2 ордер өткізіледі. Көрсек болады, мұны 2 өткізілген ордер. Яғни еңбекақы төленді деген сөз. Еңбекақы бұл жерде касса арқылы төленіп жатыр. Ал егерде біз касса арқылы емес,
банк арқылы төлейтін болсақ, мысалы наурыз айына болатын болса, наурыз айдың 31 күні наурыз айы банк арқылы көрсетуімізге тиіс. Қай банк арқылы? Каспи банк мысалы, және де мен бұл базада жұмысшылардың карт счеттарын толтырмағанмын, сондықтан кадрлық есеп карт счет дегенді ашамын да екі жұмысшының карталық счеттарын толтырып кетемін. Мысалы, олар ақпан айынан бастап жұмыс жасайды. Қызметкерлер банк Каспи ашу, көрсету және жаңадан жасау және кассалық счет номерін, кассалық, кешіңіздер, банк карточканың номерін көрсетіп кетем. KZ және 20 сандық. KZ. Так, KZ 20 сандық. Бірінші қызметкер және екінші қызметкерді активті деген кнопканы басамын, яғни карточкасы белсенді, ашық дегенді білдіреді. Екінші жұмыскердің карточкасы да ашық деп енгізейік, және де бізде кассамыз, бізде банкымыз Каспи банк, сондықтан Каспи дегенді таңдаймыз. Каспи банк және KZ деп қалған 20 санын анықтамадан енгіземіз. Активті деп бастық. Болды. Екі жұмыскердің де карт счеттары мына жерде көрсетілген, яғни карт счеттарды кадрлық есепте карт счет физлиц деген анықтамалардың ішінен табуға болады. Енді тағы бір рет еңбекақы кіріп, мысалы, отмена мына жерде, егер біз төленіп қойған бір төлемдер болатын болса, оларды қайтадан өткізбесін, яғни проводкасына отмена, яғни оларды өткізуін қайтадан, яғни өткізбеу дегенді білдіреді, және оларды өшіріп, осы екі құжатты өшіруім тиіс. Содан кейін ғана негізгі құжатты өзгертуге болады. Банк, мысалы, банк есебі және қайтадан толтырамын. Міне толтырылды. Записать, және осы құжат негізінде банктік төлемді тіркей аламын. Банк, платежное поручение, банк төлем тапсырмасы. Төлем тапсырмасы, яғни ақпан айы болса, наурыз айының 10-на дейін, мысалы, ақыны алушы бұл жерде болады Каспи банк. Каспи банк бізде енгізілмепті. Каспи деп енгізіп көрейік. АО Каспи банк. Қазақ тілінде немесе орыс тілінде енгізсек те болады, өзіңізге ыңғайына қарай, себебі бұл тек қана 1С көрсетілетін ақпараттар, тек қана барлық деректері, яғни иіні барлығы дұрыс болу керек. Бұл жерде мен мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Каспи банк шотында толтырмадым, қазір шотын басынан бастап толтырамын, және KZ және 20 сандық номер. Так, толтырдық. Еңбекақы бойынша ведомость тіркелді. Ақша қозғалысының статьясын, бабын көрсетеміз. Бұл жерде еңбекақы болып есептеледі. Записать, төленді деген галочка тек қана банк көшірмесінде мына операция өткізілсе, және банк арқылы төлем өтсе ғана біз төленді деп көрсетеміз де, проводкасын, яғни өткізілгенін көрсетеміз. Міне бізде ведомостьте көрсетілген ақпарат. Қайтадан жаңартайық. Екі мына алғашқы құжатты өшіріп тастадым, және төлем тапсырмасы мына жерде берілген. Еңбекақыдан басқа
Тағы бізде төлемдер бар. Бұл зейнетақы қоры төлемдері. Зейнетақы қорына төлемді есептеу үшін соңғы күнін анықтаймыз. Бұл жерде бізде жеке кәсіпкердің зейнетақысы көрсетілген. Жеке кәсіпкердің зейнетақысының айырмашылығы прочие лица деп көрсетеміз де заполнить деп толтырамыз. Жеке кәсіпкердің зейнетақысы көрсетіледі. Яғни ИП-нің меншік иесі жеке кәсіпкердің зейнетақы аударымдары. Және создать на основании деп платежное поручение жасаймыз. Платежное поручение егерде ақпан айы болатын болса, мысалы 9-ында төленді деп есептейік. Өзге де төлемдер бюджетпен есеп айырысу дегенді таңдайық. Так, записать, провести, өткізу. Сонымен қатар бізде екі жұмысшы бар. Екі жұмысшының айырмашылығы зейнетақы қорына біз яғни мына кнопканы емес, алғашқы по сотрудникам, яғни қызметкерлер бойынша деген кнопканы таңдаймыз. Және зейнетақы қорын таңдаймыз дәл солай. Айын ақпан деп көрсетеміз және автозаполнение деп толтырамыз және осыған төлем тапсырмасын тіркейміз. Төлем тапсырмасы ақпан айында, яғни төлем тапсырмасы банк көшірмесі негізінде қарастырылады. Банк көшірмесінде егер төлем өткізілсе, онда галочка қойылып, төлемі көрсетіліп, өткізу деген кнопка басылады. Яғни бұл жерде де бізде төлем тапсырмасы тіркелді, зейнетақы қоры аударылды, сомалары 40 000, тек қана айырмашылығы екі құжат жасалды, біреу жеке кәсіпкер үшін, екіншісі қызметкерлер үшін. Айырмашылығы тек қана жеке кәсіпкерде мына кнопканы өзге де тұлғалар деген таңдаймыз, ал қызметкерлерде қызметкерлер бойынша дегенді таңдаймыз. Және бұдан басқа бізде әлеуметтік аударымдар бар. Әлеуметтік аударымдар дегеніміз бізде дәл солай ақпан айының соңғы күнін таңдаймыз. Есептеу айы ақпан айы. Және бұл жерде бізде әлеуметтік аударымдар, медициналық жарналар және медициналық аударымдар деп тұр. Медициналық аударымдарды да есептейміз, ал алғашқыда әлеуметтік аударымдарды көрсетеміз. Ең алғашқысын әлеуметтік аударымдар. Бұл жерде бөлінбеген жеке кәсіпкердікі немесе жұмысшылардікі деп біз ГЦВП правительство для граждан дегенді таңдаймыз және автозаполнение 3 адамдікі шықты, яғни жеке кәсіпкердікі және 2 жұмысшыныкі. Записать, төлем тапсырмасын тіркейміз. Ақпан айына бізде наурыз айының 9-на дейін мысалы счетты таңдаймыз. Записать, егер банктен өткізілсе және көшірмесінде көрінсе бұл төлем, онда өткізілді деп тіркейміз. Және де ведомость бойынша бізде мына ведомостьке тіркелді, яғни мына ведомостьтегі барлық төлемдер жүргізілді дегенді білдіреді, себебі мына төлем тапсырмасы бар. Және тағы да бір әлеуметтік төлем, бұл әлеуметтік медициналық аударымдар. Аударымдар екіге бөлінеді, яғни бұл қызметкерлер үшін және кәсіпкер үшін. Бірінші қызметкер үшін төлейік. Ақпан айын таңдаймыз және ақпан айының соңғы күнін. Автозаполнение, автотолтыру, жазу және төлем тапсырмасы. Төлем тапсырмасында бізде көрсететініміз, яғни правительство для граждан, жазу, галочканы және өткізу. Өткізу деп тек қана банктен өткен кезде ғана, банк көшірмесінде көрінген кезде ғана өткізу деп көрсетеміз. Сонымен бұл төлемде өткізілді, яғни салықтық былайынша медициналық аударымдар қызметкерлер үшін төленді дегенді білдіреді, себебі төлем тапсырмасы тіркелген.
Және соңғы төлем жеке кәсіпкер үшін аударым, жеке кәсіпкер үшін аударымда бұл жерде аударым болып есептелмейді, жарна болып есептеледі. Және ақпанның соңғы күні, ақпан айын таңдаймыз. Прочие лица, өзге де тұлғалар дегенді таңдаймыз. Автозаполнение, яғни жеке кәсіпкердің медициналық әлеуметтік аударымдар сомасы көрсетілді. Төлем тапсырмасы тіркелу керек. Наурыз айы, мысалы 11 күні төленді. Қай жерге төленетінімізді көрсетеміз, және бюджетпен есеп айырысу, өткізу. Төленді, яғни әлеуметтік бұл жерде сақтандыру төлемдері, жарналары жеке кәсіпкер үшін көрсетілді. Және де бізде тағы қалып қойғаны жұмысшылардың үшіншісі бұл медициналық аударымдар жұмысшылар үшін есептеледі. Қаңтар айына, ақпан айына, біз себебі ақпан айына есептеп жатырмыз ғой, кешіріңіздер. Автотолтырғанда бұл жерде тек қана жұмысшылар шығады, жеке кәсіпкерге төленбейді бұл аударым, тек жұмысшылар үшін 3%, яғни қосымша жұмыс беруші тарапынан төленетін медициналық аударымдар. Дәл солай төлем тапсырмасы тіркеледі. Банк арқылы төленген күні көрсетіледі. Қай жерге төленген, бұл жерде мемлекеттік корпорация, правительство для граждан, яғни азаматтар үшін өкімет көрсетіледі, счеты көрсетіледі. Жазу, галочка, яғни төлем тапсырмасы банк көшірмесі арқылы өткен кезде төлем өтті деп галочка қойып өткізу дегенді басамыз. Және де мына төлем тапсырмасы тағы да бір төлем өтті. Тағы да бір төлемге ведомоске төлем тапсырмасы көрсетілді. Бұл барлық операциялар банк, касса мына жерде көрініс алады. Егер операцияның түрін ашып қарасақ, мына барлық біз төлеген операциялар мінекей мына жерде көрініс алып тұр. Ол үшін біз банк көшірмесі арқылы тексеріп, банктегі қалдықтар дұрыс шыққанын тексереміз. Банктегі қалдықтардың дұрыс шығуын тексеру үшін бізде банк выпискасы деген мынандай құжат бар. Мысалы, наурыз айының 10-ын тексерсек, 10 күні бізде бірақ төлем болған екен, 9 күні де бірақ төлем, 3 төлем болған 9 күні. Және астында мына күннің басталуына есептелгендегі банктегі қалдық 141.800 теңге, кірісі 0, шығысы 60.700 теңге, және күннің соңында 81.100 теңге бар деген сөз. Себебі біз бастапқысына кірісті қосып, шығысты шегереміз. Соңғы қалдық пайда болады. Сонымен бүгінге біз жеке кәсіпкердің еңбекақы, есептелген еңбекақыдан барлық ұсталымдарды және жалақыны қалай төлеу керек екенін банк арқылы көрдік. Ол үшін зарплата к выплате, яғни төленуге арналған еңбекақы, зейнетақы қорына аударымдар және әлеуметтік сақтандыру бойынша ведомостерді құрып, оларға төлем тапсырмаларды тіркедік. Төлем тапсырмалардың тіркелгенін былай көруге болады. Және де былайда төлем тапсырмалардың тіркелуін мына, яғни функция арқылы, мына знак арқылы, яғни белгі арқылы. Төлем тапсырмасы тіркелген ведомоске, және де мына әлеуметтік аударымдар да барлығы төленген, тіркелгенін тексеруге болады. Қарастырып кетейік барлығын, тіркелген ба, тіркелмеген ба. Әрі қарай әрине сіздер айналым салық ведомосы арқылы тексеруге тиіссіздер. Келесі видеоларда жалғасы болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.